не дейсіздер, келісесіздер ме мұнымен, Азамат мырза? Жалпы негізі таңдау дегенге келіспеймін мен. Себебі таңдаған тазға жолығады деп атады ғой. Бұл адам бұл пенде болғаннан кейін ол бір бұйрық шығар деп ойлаймын. Біріншіден. Екіншіден жаңа Еркебұланның айтып кеткені, мен әншімін, халықтың алдында жүрмін. Менің қасымда сұлу қыз жүру керек, мені халық көру керек дейді. Мысалы, жарды мен халық көрсін деп алмайды шығар деп ойлаймын мен адам. Мен әйел адамды менің ұрпағымның жалғастырушысы ретінде түсінемін де. Себебі мен олсыз да таным атады, олсыз да кешім батады, олсыз да қарным тоқ, киімім бүтін. Бірақ ол менің ұрпағым жалғастыратын адам. Оның ішкі сұлулығы керек те. Ол ішкі сұлулығын сіз бірден қалай аңғарасыз? Бірден тану мүмкін емес. Сен өмір бақи 50 жыл апамыз бен атамыз қазір отыр ғой. Бұл кісілер бір-бірін әлі күнге дейін тани кетпеген де. Бірақ мүмкіндігі бойынша бір-бірімізге ашылуға. Жоқ, адамға толық ашылу деген. Олар 50 жыл бірге тұрып қалай бір-бірін танымайды олар? Жоқ, ашылу емес. Әр нәрсенің грани болады. Еркебұлан баламдікі дұрыс.